Сәлем достар, сіздермен бүгін бенто торт жасаймыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқа, шым-шым тұз, қант үшеуін салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Барлық қоспаларымыз комнаталық температурада болу керек. Жұмыртқаның түсі ақ болып, осылай көлемі ұлғайғанша дейін миксермен жақсылап 3-4 минуттай соғып аламыз. Дәл осы кезде сұйық май мен жылы сүтті қосып, миксермен бір араластырып аламыз. Құрғақ қоспаларымызды дайындап аламыз. Ұн, какао, қопсытқыш үшеуін жақсылап араластырып алып, салмамызға 3 бөлікке бөліп, осылай електің көмегімен сүйіп шығамыз. Міндетті түрде какаоны електен өткізу керек, өйткені ол түйіршік болып бисквитіміздің ішінде жүруі мүмкін. Алдын ала қызып тұрған пеште асты-үсті режимінде шамамен 160-170 градуста 25-30 минуттай пісіреміз. Бисквитіміздің піскен-піспегенін шпажканың көмегімен тексеріп отырамыз. Қамырымызды арнайы осындай кішкентай бисквитке арналған формаға салып пісіріп аламыз. Піскен бисквитімізді әбден суытқаннан кейін, бірақ осылай пышақтың көмегімен жан-жағын кесіп, формамыздан шығарып аламыз. Бисквиттің шапочкасын кесіп алып қоямыз. Оны пайдаланбаймыз, өйткені бізге теп-тегіс бенто торт шыққаны керек. Бисквитті 3 бірдей бөлікке бөліп кесіп аламыз. Шоколадный бисквиттен бенто торт жасайтын болсаңыздар, сапалы какао қолданған жөн. Бенто торттармен жұмыс істеген кезде осындай спатулалар қолданылады көбіне. Бірақ мен бұл жерде ондай спатулаларды қолданған жоқпын, тек сіздерге көрсету үшін видеоға түсірдім. Бисквитіміз ылғалды болу үшін сүтпен осылай пропитка жасап шығамыз. Алдын ала дайындалып алған крем-чизді осылай бисквиттердің арасына жағып шықтым. Осы кезде мен арнайы кішкентай спатуланы қолдандым. Пропитканы бисквитіміз жұмсақ әрі нәзік болу үшін жасаймыз. Клейгемен қалай дұрыс жұмыс жасау керек, крем-чизді қалай дұрыс жасау керек рецептісі менің алдыңғы видеоларымда бар. Кремдермен жылы немесе ыстық бөлмеде жұмыс жасауға болмайды, өйткені сіздің кремдеріңіз еріп кетуі мүмкін. Кремді торттың жан-жағына осылай жағып аламыз да 30 минутқа тоңазытқышқа салып аламыз. Тоңазытқыштан шығарып, торттың сыртына осылай крем-чизбен обтяжка жасаймыз. Торттың барлық жеріне кремді бірдей ғып жағып шығуымыз керек, осылай айналдырып. Өйткені оны түзеткен кезде бірдей жағылмаса, торттың сырты да бірдей болып шықпауы мүмкін. Осындай шпатель алып, поворотный столикті асықпай айналдыра отыра, бірақ шпателімізді қатты тигізбейміз, осылай түзетіп шығамыз. Спатуланың көмегімен жетпеген жерлерге кремдерімізді жағып шығамыз. Торттың үстін осындай спатуламен түзетіп шығамыз. Бенто торттың сырты түзу болу үшін сіздерге шпательдің көмегімен бірнеше рет өту керек, өйткені ол бір дегенде теп-тегіс болып шықпайды. Бенто торт дегеніміз салмағы 300-350 граммдық кішкентай торт, бір немесе 2 адамға арналған. Барлық кез келген торттың рецептін алып, соның құрамындағы заттарды теңдей 2-ге бөліп, бенто торт істеуге болады. Сникерс, молочная девочка, фисташковый торт, немесе де басқа да торттар. Бенто тортымыз дайын, енді тек қана сыртын әсемдеу қалды. Бенто торттан қалған креміміздің үстіне осындай гелевый красительді қосып, қасықпен жақсылап араластырып шығамыз.
бента торттың сыртын әртүрлі дизайнмен әсемдеуге болады. Дайын болған кремімізді кондитерлік қалташаға салып, басын кішкентай ғана қылдырып, қайшымен қиып аламыз. Бентаға жазу жазар кезде креміңіз міндетті түрде комнаталық температурада болу керек. Сол кезде өте әдемі және ыңғайлы жазуға. Айта кетерлігі жайт, творожный сырмен жұмыс істеген кезде творожный сырды алдын ала 1-2 сағат бұрын тоңазытқыштан шығарып қою керек. Тоңазытқыштан бірден алып жұмыс жасайтын болсаңыздар, ол өте қатты болып тұрады. Жазуыңыз қисық немесе әдемі болып шықпаса, оны спатуланың көмегімен алып тастап, ақ креммен тағы да үстін тегістеп, тағы да жазып шығуға болады. Мен бента торттың үстіне жазу жаздым да жан-жағын домалақ етіп шықтым. Кондитерлік магазиндерде бента торттарға арналған арнайы коробкалар болады. Ол болмаса 4 капкейкеге арналған қағаздан жасалған коробкада бола береді. Дайын болған бента тортты міндетті түрде тоңазытқышқа салып аламыз. Сіздермен болған Мадина Каркенқызы. Ас болсын.